Қазіргі кезде қарап отыратын болсақ, енді алдын болмаған сауданың түрлері бар. Адамдар әйтеуір нені сатпай жатыр, бәрін сатып жатыр. Әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыз, кіретін болсаңыз, мысалы манағы Инстаграм деген секілді, ол кәдімгі бір үлкен базарға айналып кеткен. Үлкен базарға айналып кеткен. Біреу бір нәрсені сатып жатыр, екіншісі тағы бір нәрсені сатып жатыр, біреу өзінің ойын, біреу мен кел стилистпен дейді, екіншісі кел психологпен дейді, үшіншісі кел бағанағы күйеуіңмен қарым-қатынасың дұрыстап берем дейді. Оның ішінде орамалдағысы бар, орамалда емесі бар, бәрі қосылып кетті. Тіпті өкінішке орай бағанағы орамалдағы қанша қарындастарымыз орамалдың қадірін кетіріп, сондай бір блогерлік деген дүние пайда болды. Жақында бір жақсы сөз оқып қалдым. Қазіргі кезде егер бір ер кісіні қарғамақшы болсаң, ең ауыр қарғы соған әйелің блогер болсын деген сөз дейді. Әйелің блогер болсын деген сөз. Яғни, мысалы мына жақта үйі жайрап жатыр, бала шағасы тамақтанбаған, ол таңертең кешке дейін сәлем инста достар, сәлем достар, бағанағы мен үйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын, сіздердің пікірлеріңіз қалай, ойларыңыз қалай деп. Жақында бір сондай бір әзіл көрдім. Негізі бағанағы көз тию немесе үйде сиқырдың болуының белгісі ретінде енді келетін дүние бар, жалпы айтылады. Мысалы үйіңде бір жәндіктердің көбейіп кетуі дейді. Мысалы құмырсқа, таракан сияқты сондай бір нәрселердің көбейіп кетуі, ол да үйіңде сиқыр бар екендігінің, көз тигендіктің белгісі деп айтылады. Сол бір әйел шейхтан барып сұрап жатыр: шейх, мен үйімде таракан, құмырсқа көбейіп кетті, сол үйде бір сиқыр бар ма, көз тиген бе, соның белгісі ме десе, әлгі шейх айтып жатыр дейді: жоқ, ол сенің салақтығыңның белгісі, сен Инстаграмды қой, чаттың бағанағы WhatsAppты қой, телефоныңды таста да үйіңді жақсылап уборка қыл деп. Өкінішке орай қазір сондай жағдай орын алып жатыр. Мысалы бағанағы орамалдағы қыздар суреттерін қояды, парақшаларын ашып қойған, оған еркегі де кіреді, әйел де кіреді. Енді жарайды, бір жабық парақшада Құраннан тек қана бір сабақ беріп жатса, енді оны түсінуге болады енді. Ал бірақ бағанағы түрлі тақырыптарда бағанағы оны ар жақта әйелі отырма, еркегі отырма, өкінішке орай қазіргі кезде сондай бір жеке өмірдегі ер мен әйелдің арасындағы мәселелерді де ашып әйтеуір соны да сауда қылып сатып жатыр. Ол жалпы негізі бір кісінің айтқан сөзі бар. Телефон шыққан кезде адамдар бір-біріне жақындайды деп ойлап едік, бұл адамдарды бір-бірінен ұзақтатып жатыр дейді. Мысалы, бұрын звондап бір-біріне сәлем беретін болса, айтпен құттықтайтын болса, қазір енді открытка жібереді, айт құтты болсын деп. Звондау да қалды, сөйлесу де қалды. Өкінішке орай адамдардың арасын ұзақтатып жатыр. Оның өмірінің барлығы сол әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіге өмірін жариялайды, өзінің тарихын жариялайды, басқасын жариялайды, солардан пікір сұрайды. Бұл жерде неше түрлі, әсіресе орамалды қыздардың парақшаларында мысалы неше түрлі астында ұятсыз сөздер де кетеді, оған да қарамайды кішкене. Негізі ер адам бұл мәселені қолына алу керек. Егер қызы, әпкесі, қарындасы, әйелі сондай сынаққа ұшыраған болса, негізінде егер бұны қолға алмаса, онда ол дәйістік болып табылады. Тіпті бір әзіл әңгіме оқыған едім тағы. Бір адам айтады: мен әлеуметтік желіде қалай өмір сүрсем, достарыммен қалай аралассам, солай араласып көруге тырыстым дейді, адамдармен. Сөйтіп көшеге шықтым дейді. Көшеге шығып бағанағы фотоальбомымды алып алдым дейді, семейный фотоальбомымды. Сонымен біреу тоқтатам дейді. 1 минутқа бола ма? Иә, ашып, сізге қайсы мына сурет ұнайма, немесе мына сурет ұнайма, қайсысына лайк басасыз деп. Соңымен бір түрлі болып қарап кетіп қалады, үндемей дейді. Екінші біреуге барамда, сізден ақыл сұрайын деп едім, бүгін кешке қандай тамақ істесем екен деп. Сөйтсең, ол да бетіп қарайды да кетіп қалады дейді. Үшінші біреуге барып. Әлеуметтік желіде не істейді? Адамдардың солай ғой. Суретін қояды, мына жерде бағанағы семьямызбен, мына жерде мынадаймыз, немесе бағанағы құрметті оқырмандарым, не ойлайсыздар? Бүгін қандай тамақ істесем екен, бүгін не істесем екен, неге кеңес бересіздер?
тура солай көшеге шығып солай істеп көріп едім деді. Адамдардың бәрі маған таңырқап, мынау ақыл есінен адасып қалған ба, не жұмысым бар бұның семейный бағанағы отбасылық суретінде, бұның кешке не тамақ жейді, ода не жұмысым бар деп адамдар таңырқап кетті деді. Сөйтіп өмірде, шынайы өмірде, тура сол әлеуметтік желіде дос таба алмадым деді. Менімен араласып, ары қарай сол менің пікірімді, бағанағы суретімді басқаны бөлісетін, қарайтын. Бірақ екі дос таптым дейді. Бірі бағанағы психбольницаның қызметкері, екіншісі участковый дейді. Біртүрлі адамды мен артыма түсіп алды екеуі дейді. Өкінішке орай тура сол нәрсені біз неде істеп жатырмыз қазір әлеуметтік желіде адамдар осылай істеп жатыр. Және ол жер кәдімгі бағанағы сауданың үлкен барахолкаға айналған. Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, офушу тижара, сауда көбейеді деді. Алдын болмаған сауданың түрлері қазір. Анан да сатады, мынаны да сатады, пікір де сатады, парақша да сатады, сатпайтын нәрсе жоқ. Барлық нәрсені адамдар сатып жатыр.